Краснодарға барып, тағы оқуға түсемей қалдым. Карандаш жинаймын. Жоқ, ата-аналарым қарсы ой, өз көзімен көрген кезде басқаша бір әсер етеді. Алло, қауым-аш деп қанша тұрады депміз. Суретшіге де жұмыс табылмады. Мен өзімде ойнағам, гитара ойнаймын, пианино ойнаймын, барабан ойнайтын. Қазақстан түкпір-түкпірінде жүр десем де болады. Ансамбльде ойнағам, домбыра ойнаймын. Лайк басыңдар деп. Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі керемет бір сәтті күн түсіп тұр. Сендермен бір кішкене сұхбаттасқым келіп тұр. Себебі түстен кейін сабақтарымыз бар. Бірақ түске дейін сол уақытымды сендерге арнап, кішкене әңгіме жүргізсек пе дейміз. Менің аты жөнім Сапар Берік Тұрарұлы. Міне сурет дизайн орталығында сызудан академиялық сурет және композиция пәндерінен сабақ беремін. Қазір міне көлігімізбен кішкене қаланы аралап, саябақтарға барып, өзімізше бір еркін әңгіме жүргізіп, кафеде отырып, шай ішіп, шайдың басында әңгіме қозғасақ өте қызықты болады деп ойлаймын. Ал ендеше іске сәт, міне көлігіміз дайын, жүрейік. Шығармашылық жолымды негізімен кішкентайынан сурет салам ғой. Әр жерге бір қырып сызып сарайдың жаңа қабырғасына жерге бір сурет салып сөйтіп жүргенбіз. Сосын өскеннен кейін енді осындай көркем сурет оқу орындарына түсейін деп, ол кезде Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург, сол қалаға оқуға бардым, оқуға түсуге. Репин академиясына бардым, Мухин училищесіне бардым, Мухин атындағы. Ауылдың баласы, ол кездегі ауылдың баласы ғой. Қазіргідей орталықтар жоқ, дайындайтын мұғалімдер ондай кезде көбісі самоучка дейді ғой, өздерімен өздері сурет салып жүргендер. Сонымен кішкене жетпей қалды біздің білімділігіміз, оқуға түсе алмай қалдым. Одан кейін әскерге кеттім, әскерде суретші болып жұмыс істедім. Краснодар деген қалаға барып оқуға түсем дедім. Краснодарға барып, тағы оқуға түсе алмай қалдым. Талап басқаша ғой енді бізде Ресей жақта. Ставрополь қаласына бардым одан кейін. Ең соңында деймін, енді соңғы түскенім Алматыға барып, көркем сурет училищесіне түстім. Түскенде енді алдыңғы жылдардағы көргенім бар, дайындығым бар. Жақсы нәтижемен оқуға түсіп, бірден екінші курсты оқып кеттік. Сонымен 4 жылда, 3 жылда бітірдім. Суретші болып шықтық. Кейін мына кеңес одағы құлап, жұмыс жоқ, бәрі базар төңірегін жағалап кеткеннен кейін суретшіге де жұмыс табылмады. Ешқандай безендіру қажет емес. Суретшінің жұмыстары өтпейді, ешкімге рухани байлық қажет емес. Бәрі ақша қуып кетті ғой. Сол заманда мектепке кеттім, мұғалім болайын деп. Еш болмаса өзім білімді, ілімді осы өсіп келатқан болашақ ұрпаққа берейінші деп. Сонымен 34 жыл мектепте жұмыс істеппін. Ой, шәкірттер санамаппын, көп деп айта берейін. Құдайға шүкір. Қазір күнге дейін хабарласып жатыр. Өткенде бір қыз звондады. Мен енді мұғалім болғаннан кейін жан-жақты жұмыс жасағаннан кейін ұлдар лицейінде, қазақ-түрік лицейінде, қазақ-түрік қыздар лицейінде де сабақ бергем. Сояқтағы көп шәкірттерім әлі күнге дейін хабарласып, хал жағдайым сұрап тұрады. Осы бір 2 апта бұрын Катя Колесникова деген болды, қыздар лицейінде Казгасада оқиды, бітіріп жатыр биыл. Сол маған звондап, ағай қалайсыз, биыл мен бітіретін болдым, сіздің арқаңызда рахмет сізге деп, өзінің бір ризашылығын білдіріп, сөйтіп хабар беріп, өзі туралы айтып жатыр. Тағы да басқалар звондап тұрады, енді осында Таргуда оқиды, Казгасада бар, Политехте оқиды, Шабытта оқитындар бар, Жүргеновте оқиды шәкірттерім. Каспий университетінде, ЕНУ-да көп енді мен. Қазақстан түкпір-түкпірінде жүр десем де болады. Сізге дейін оқыған оқушыларымыздың жетістіктерін көп естисіз бе? Иә, өздері айтып жатады, енді естігенде басқа біреулер білмейді ғой, мен шәкіртім ба ол, өздері жеткізіп тұрады. Мақтанышпен, қуанышпен, рахметін айтып, сіздің арқаңызда, сіз көмектескеніңіз үшін, сіз үйреткеніңізбен жүрмін деп енді. Қазір Казгасада
екінші курста оқитын бір қыз бар. Мектепте жүргенде макет жасаймыз ғой, әртүрлі ғимараттардың нелер байқаулар өтеді. Қазақстан ғимараттары немесе осы Тараз ғимараттары деп. Сонда макет жасатып үйретеді балаларға. Сол жақсы болды сіздің үйреткеніңіз. Өзімнің құрбыларыма, сокурсниктеріме көмектесем, жоғары курстарға да көмек берем. Енді қазір коммерциялық көзқарас қой жастарда. Кішкене тиын тебен табыс тауып жатырмын деп қояды. Қуаныштымын. Зато макетке қызығып, макетті қалай жасау керегін қыр-сырын біліп, игеріп алғанын айтамын. Шабытты қайдан аласыз? Шабыт деген мына табиғаттан аламыз ғой. Табиғат аясына шығып, енді кейде бір қолайсыз ауа райы болғанда, жаңбыр жауып тұрғанда, немесе қар жауып тұрғанда, аяз кезде далаға шығып сурет саламаймыз ғой. Сондай кезде мен фотоаппаратымды алып шығам. Сөйтіп табиғаттың жақсы, керемет бір сүйкімді жерлерін түсіруге әуестенем. Бүгінде міне саябаққа келіп отырмыз демалып. Біреулер айтады, қар кетіп қалды, көріксіз бір қызық емес деп ойлайды. Табиғаттың қызық жерлері көп. Оны көре білу керек, оны сезіне білу керек. Сол табиғаттан аламыз шабытты. Қандай хоббиларыңыз бар? Бос уақытта қандай айналысқанды жақсы көресіз? Сол жаңа бірінші айтқаным хобби десем де болады. Менде үйде көп өзімнің бір неде жиналған, флешкада жиналған суреттер бар. Табиғатты түсірем. Екінші карандаш жинаймын. Қарапайым карандаш, простой карандаш дейді ғой. Жан-жақтан жиналған. Қазір мен достарым да, туыстарым да бәрі білет. Менің айналысатын, қызығатын әуес қойлығымды сол карандашқа. Сол бәрі карандаш сыйлайды. Маған басқа ешнәрсе керек жоқ. Шетелге барып келгендер кепка алып келеді, магнитка алып келеді холодильникке. Онда емес, маған карандаш алып келсе болды, бір карандаш жеткілікті. Сондай карандашпен айналысамыз. Шетелге шығып көргенсіз ба? Шетелге шықтық әрине. Америкада 2 рет болдым, Техас штатында. Турцияда болдым, Сауд Аравиясында болдым. Европаны аралап келдік алдыңғы бір жылдары. 20 күн 5-6 мемлекетті аралап. Шенген дейді ғой, сол Шенген визасымен бірнеше мемлекетті аралап демалып қайттық. Енді өзіміздің жақын жаңағы елдерді айтатын болсақ, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменистан, Ресей, мына Байкал әскерде болған кезде Байкалда болдық, Чита жақта. Забайкалье дейді ғой. Северный Кавказ, Краснодар, Ставрополь, Майкоп, Адыгея. Ең батыс жағы Санкт-Петербург, Москва, сол жақтарда болғанмын. Сол шетелдің өнері, мәдениеті жағы қандай ой түйіп? Әрине, қай жерге барсам да ең бірінші мен сол қалада, сол елдің мұражайын көргім келеді. Техаста болдым, Остин қаласында. Ол жерде әртүрлі мұражайлар бар, бәрін аралап шықтым. Тарихи мұражайлар бар, көркем сурет мұражайлар бар. Әсіресе сол көркем сурет мұражайлар заманауи қазіргі шығармалар, заманауи суретшілер. Енді сол жергілікті американдық суретшілердің шығармалары ғой. Басқа да шетелдің суретшілерінің жаңағы бұрынғы ғасырларда салған суреттерді көрдік. Бірінші Америкада. Европаны аралағанда Дрезден галереясында болдым. Онда мен бір армандап жүрген бір ойым еді. Соған кірген кезде аузым ашылып бәрін Сикстинская, Мадонна, Шоколадница деген картиналардың қасында суретке түстім. Ол өте керемет картиналар, Рембрандттың суреттері, сондай-сондайларды өз көзімен көрген кезде басқаша бір әсер етеді. Шетелге барғанның өзі қызық қой. Сондықтан әрбір күні шетелде жүрген әрбір сәті есте қалатындай. Ол жақта да мен көп суретке түсірдім, көп жерлерде, мұражайларда суретке түстім, суретті де түсірдім. Биылғы жыл өзі ерекше жыл ғой. Ұлы Отан соғысының 80 жылы, ұлы жеңістің 80 жылдығы. Енді сол Ұлы Отан соғысына әртүрлі көрмелер болады, байқаулар болады. Соған келіп, мерден шабыттанып, сондай жұмыстарға
кішкене бір белсенді кіріссек па дейміз. Әртүрлі мынандай тізімдерді көріп, қаза болғандарға тағзым етіп, мына даңқ залына кіріп, тарихты кішкене бір шолып шықсақ, әрине ол үлкен бізге де болашақ ұрпаққа жеткізіп айтып тұрсақ та, бұл жақсы естелік болар еді болашақта. Соғыс болмасын, әрқашанда бейбітшілік болып, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Мен өзімде ойнағам, гитара ойнайым, пианино ойнайым, барабан ойнайтын, ансамбльде ойнағам, домбыра ойнаймын. Бәрін ойнайым, домбыра білмеймін. Вот гитара тартам, барабан ойнайым. Даже барабан менде нем бар шығар мықты видео. Берік ағай, мамандығыңызды таңдаған кезде қандай қиындықтар болды? Мүмкін ата-анаңыз қарсы болған жоқ па? Жоқ, ешқандай қарсылық болған жоқ. Мен есімде бала кезімде 5-ші сынып оқыған кезде, 5-ші класста мен суретші болам дедім. Нақты суретші болам деп мақсат қойдым. Енді атым шулы, жаңа атақты суретші болмасам да, сурет сабағынан мен сабақ беретін мұғалім болам деп сондай мақсат қойғам. Мен өз мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Ата-анам ешқандай қарсы болған емес. Сізді қазір біздің көп оқушылар қарап отырады, Берік ағай деп. Әлі де мысалы мамандығын ойланып жүрген оқушыларға не айтасыз? Дұрыс, өте орынды сұрақ. Қазіргі жол кезде мамандықты дұрыс таңдамасаң, бір баяғыда Қытайдың философы айтқан екен, мамандығыңды дұрыс таңдасаң, өмір бойы жұмыс істемейсің деп. Себебі өзің сүйікті мамандығын таңдасаң, қызықты мамандық таңдасаң, действительно өмір бойы жұмыс істемейсің ғой. Жұмысқа барасың, қызыға жұмыс істейсің, шаршамайсың мамандық таңдағанда. Баяғыда менде осы суретші болып жұмыс істеген кезде көшеде кездесіп қаламыз, кейде бір достарымызды. Қайда бара жатсың дейді. Мен демалуға бара жатырмын деп айтатын. Қандай да, жұмыс істемейсің бе, отпускідесің бе дейді. Жоқ, жұмысқа барамын, жұмыста демалып отырамын деймін. Жалқаусыңдар ғой, сендер жұмыс істемейсіңдер ғой дейді. Сол түсінбейді ғой. Мен мысалы сурет салуға баратырмын. Сурет салу мен мамандығым. Сурет салып отырып демаласың. Енді оған басқа не керек? Кейін мысалы мен мұғалім болдым. Мұғалімді де мен өзім жақсы көріп, сүйікті өзім білімді жетілдіріп отырдым. Оқушыларды, балаларды жақсы көру керек, балаларды сүю керек. Мамандығыңда да, балаларды да, қоршаған ортаңды да. Онсыз ешқашан алға баса алмайсың. Мамандық таңдау өте қиын, және дұрыс таңдасаң, өмірің жеңіл болады. Мысалы, енді өнер жолын таңдап отырған мысалы оқушылар бар. Оларға мысалы бойында қандай қасиет болу керек, қандай кеңес бересіз оқушыларға? Оқушыларға айтарым, әрине жаңа мамандық архитектор, ол біріншіден суретші. Ал қандай болмасын суретші, бізде кейде орыс тіліне келетін болсақ, жазушында художник деп айтады, артист те художник деп айтады, сахна суретшісі, жазу суретшісі, кенепке салатын суретшісі, мынау сияқты суреттер. Вообще суретші деп ол ойлайтын адамды айтады. Архитектор болса да, дизайнер болса да, ол терең ойлайтын, табиғаттан шабыт алатын, табиғатты сезетін адам болу керек. Біріншіден сурет салу қабілеті болу керек, кеңістікте жорамалдау қабілеті болу керек, воображение, фантазиясы керемет болу керек. Себебі қандай болмасын шығармашылық, үй, ғимарат болсын, жаңағы дизайнердің шығарған мынандай кішкентай бір қасықтың өзін ойлап шығару үшін түсінік болу керек. Ол не үшін қажет? Адамға қолайлығы, жайлылығы, пайдалылығы, сондай нәрсе жан-жағынан қарайтын, жан-жақты ойлайтын тұлға болу керек. Ал енді мына оқушыларға айналайындар, сендерге айтарым, болашақта осы мамандықты, шығармашылық мамандықты таңдағаннан кейін мойымай, шаршамай, ерінбей жұмыс істеу керек. Ең басты осы. Ары қарай бәрі қызық болып кете береді. Ал оқушылар, міне бүгінгі біздің серуеніміз, сұхбатымыз өзім бір мәресіне жетті.
тыңдап қарағандарыңа рахмет. Қазір бізде де сабағымыз бар, сабаққа бару керек, уақытын қарап отырмыз бізде. Ал осы бүгінгі біздің жазбамыз, яғни серуеніміз, сұхбатымыз ютубқа салынады дейді ғой, мен қазір естіп отырмын оны. Сол жерде андай нелер бар, сердечкалар бар, лайк бар, соған басып көбірек дауыс бере беріңдер бізге. Қайда жүрсеңдер де бәріңе сәттілік тілеймін, аман болыңдар, армандарыңа жете беріңдер. Жақсы, мынандай болсын. Бүйтіп па? Осылай, осылай. Бүйтіп, қалай? Осы ма не? Жүрек. Осы жүрек па? Мынау ма? Ой, неше түрлі.